Қарап тұрсаңыздар, мына уағызшы адамдар, ұстаз адамдар көбінесе біреудің сөзін қайталайды. Оны қалай дегім кеп тұр. Бұл мысалға не біз Құдайдың сөзін Құраннан келтіреміз? Алла айтты деймізді, Алланың айтқанын жеткізіп жібере саламыз. Ол жерде біздің сөзімізден ешқандай үлес жоқ та. Немесе пайғамбар айтты деймізді, пайғамбардың сөзін жеткізіп жібереміз. Ол жерде де біздің ешқандай сөзіміз қосылмайды. Немесе ғалымдар айтты дейміз, Хасан аль-Басри айтты деймізді, сол кісінің сөзін жеткізіп жібере саламыз. Орыстар цитата деп қояды. Солардың сөзін жеткізе саламыз, біздің сөзімізден үлес қалмай қалады. Сол сияқты Абай айтты дей саламыз да, Абайдың сөзін өлеңін оқып бере саламыз. Немесе Шәкәрім айтты деймізде, Шәкәрімнің өлеңін оқып бере саламыз. Қарап тұрсаңыз, Мұқағали атамыз айтады ғой, қалайша мен өзімді ақынмын деп айта аламын дейді. Өз халқымның өз сөзін қайталадым. Күпі киген қазақтың қара сөзін шекпен жауып өзіне қайтан қайтарамын дейді. Бізде сол да, Алланың ұмытылып кеткен халқымыз Құдайдың сөзін көбі біле бермейді. Сол сөзді арабшадан аламыз да қазақшаға аударып, шекпен жауып қайтадан қайтарып бере саламыз да өздеріне. Сол сияқты пайғамбар алейхиссалату вассаламның ұмытылған хадистерін, сүннеттерін енді Құдайға шүкір оқыдық қой. Сол оқығанымыздан пайда алғанымызды халыққа шекпен жауып қайтадан қайтарып бере саламыз. Сол сияқты Абай атамыз айтты деймізді, Абай атамыздың ұмытылып кеткен қазағымыз Абайды оқымайтын болып қалды, өкінішке орай. Қазағымыз Абайды танымайтын болып қалды. Абайдың әкесі кім десең көбі білмейді. Өскенбай би, ісің адал болса Өскенбайға бар деген сөз бар қазақта. Сол Өскенбай атамызды танымайды. Құнанбайдың әкесі кім деген кезде? Абайдың әкесі Құнанбай, Құнанбайдың әкесі Өскенбай деген сияқты. Сол сияқты бізде сол әйтеуір өзіміздің сөзімізден емес, бәлкім сол Алладан, пайғамбардан, ғалым ғұламалардан, біздің еліміздің, халқымыздың данышпандарынан сөз жеткізіп жүрген жағдайымыз бар, және соған қуанамыз да.